Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздің каналда қарын бүрме жылқының қарны және де еті, ішегі, бауыры бұл тұздалған чеснокпен, қара бұрышпен және де көкөністер керек болады. Морковь, шуа, чеснок, картоп, болгарский перец, помидор, шемшік май, қара бұрыш, тұз. Ендеше бастаймыз. Алдымен барлық көкөністерді турап маринадтауға дайындаймыз. Көкөністерімізді турап болдық. Енді маринадтаймыз. Тұзымызды саламыз, бұрышымызды саламыз және де шемшік майды саламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Жылқының қарнын ашып, ең бірінші еттен бастап саламыз. Етті саламыз бірінші. Екіншіден көкөніс, араласқан көкөністерді саламыз. Осылай кезекпен кезек салып, қарнның ішін толтырамыз. Ішіне салып толтырып болғасын, маринадтан қалған суды құйып жіберген абзал. Енді қарнымыздың аузын ине жіппен тігіп шығамыз. Тігіп болған соң кастрөлімізді алып, ішіне қарын бүрмемізді саламыз және де су құямыз. Су қарыннан жоғары тұру керек. Мына кастрөлімізге су құйдық. Суды дәл видеодағыдай құйсаңыздар болады. Енді көбігі шыққанша отқа қоямыз. Бетіне көбігі шыққан соң көбікті аламыз. Көбікті алып 2 сағат, 3 сағатқа жақын жай отқа қоямыз. Міне қарын бүрмеміз дайын болды. Менде жай отта 3 сағат қайнады. Қазір ашып көретін боламыз.
қарын бүрмеміз толықтай дайын. Ішіндегі көкөністер, еттер де бәрі жұмсақ піскен. Сіздерге де жасауға да кеңес берем. Егер де біздің жасаған рецепттеріміз ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де біздің Instagram парақшамыз, TikTok парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.